Жанбол Рахматулла онлайн. Қазір Алтынсарин 7-ге келдім. Мұнда учаскелік инспектор тұр екен. Өзіңіз таныстырып өтесіңізші, инспектор. Жоқ, керек емес куәлік, білем ғой. Полицияға лейтенант Бағзатхан есім қомыз. Жақсы. Мына жақта прокурордың кезекші прокурор Абил Касымов. Жақсы. Енді маған таныстырған дейсіз, көріңізші. Хабарламаны беріп тұр маған. Қан хабарлама? Хабарлама міне. Почтамен жолдадым дейсіз. Поштамен жолдағам. Почтамен ба? 21-10-2020 жыл поштамен печатым міне. Қан Міне хаттама. 21-нен бері ма? Міне түршасына міне. Жолданған тіркелгенде міне. Қазан күні сізге жолданған. Адрес пе? Қазпочта хабарламам қайда? Бір ай 9 күн өтті. На қайдағы адреске кетті? Осы жақтағы ма, Алматыдағы ма? Жоқ, осы жақтағы адреске сатпайды. Кентаудың ішінде бір ай 9 күн Қазпочта. Алло, енді. На жақта әкімшілік құқық бұзушылықпен көріп тұрмын. Сіздер көріп тұрсыздар ма? А? На не бәле? Мынау не? На кімдікі? Кімнің илегі ау? Қаяқтан келді? Кімдікі ау? Учаскелік инспектор. Бұл қазір анықтаймыз. Кімге тиесілі? Мынау не? Жүріңізші, мына жақта не соғыс болған ба? Мынау не қылып айырылып жатыр бұлай? Ана жел болған кезде ұшырып адамның басына тиеді ғой, немесе мына жерде өтіп бара жатқан машинаға тиеді ғой. А? Фундаментін құйып тастапты, енді ары қарай мына не мұрынбоқ. 20 сантиметр жерге қазған жерлері де жоқ қой, алардың сонда тұрғыз қойған ба мұрынбоқпен ұстатып? Кім мынаның иесі сомен? Абдуали болып шықты ма? Әйелі болып шықты ма? Болды. Абдуали Ержан ба? Иесі жүргізіп жатыр. Иесі кім? Заңда иесі кім екенін анықтайықшы. Жұбайы ғой. Сіз айыппұл кімге салдыңыз? Ержан, Абдуали Ержан. Бола ма не олай? Фактически иесіне салмауға? Сол кезде түсінігімде, өз түсінігімде берген Абдуали Ержан. Жо, мен бір жердің иесімін да, бір құрылыс жасап жатырмын да, сосын менің атыма кір келмес үшін басқа біреуді апарып қоямын да, соған айыппұл сал. Кімнің иесі сол тартылды? Қарасаңызшы, неғып иесі тартылмаған? Иесіне айыппұл салынады иесіне. Жоқ, иесіне ма, иесіне емес па? Прокурордың көмекшісіне көрсетіңізші, алдында қандай баптар бойынша шара қолдандыңыз? 505-386 баптар бойынша. Кімге? Абдуалиге ма әлде? Абдуали Ержанға. Әйелге ма? Жо, не үшін әйел екенін білеміз я бәріміз? Жоқ, ол сол күні толтырылды ғой жаңа. Оқиға болған күні толтырылды. Кейіннен ол анықталды иесі. Олай да бола ма не прокурор көмекшісі? Жоқ, заңды иесі кім? Жұбайы. Аты жөнін атасаңыз, жұбай екен заңды түрде некеде тұр ма? Бұл немен? Қалымбетова Динара. Қалымбетова Динара заңды некеде тұр ма Абдуалимен? Заңды некеде екен ол. Олай болмайды ғой, жұбайы, қарындасы, әпкесіне солай сала берсек бола ма не? Жақсы. Өзінің заңды иесіне шара көріңіздер. Алдыңға Абдуалиге салған штрафы не істеді айыппұлын? Ол бойынша төледі ма? Төлеп тастады. Жіберіп шегін. Жоқ, ол жеке. Қазағым. Прокурор көмекші инспектор, жердің иесі жеке кәсіпкер. Жеке кәсіпкерге біз білеміз 2-3 есе айлық есептік көрсеткіш артық жүреді. Мына жерде коррупцияның иісі келіп тұр маған. Ол бойынша талдау жұмысын жүргіземіз, анықтап. Егер заңды иесіне салынбаған болса, не үшін салынбаған? Қандай? Сол күні Ержан өз түсінігін берді, сол күні келді. Сол кезде мен жүргізіп жатырмын деп келді, түсінігін берген кезде сол кезде иесін. Жоқ, құжаттарда басқа адам тұрса, мен де барып қазір мынау менің жерім деп айта аламын ба? Бола ма не олай прокурор көмекшісі? Заңға қайшы. Анықтаңыздар, кім иесі, соған әкімшілік шара көріледі. Ал анау төлеп қойған айыппұл не істейді? Ол бойынша бұл кісіге жаңа құжаттары тексеру керек. Бұлай ғой, мысал келтіріш. Өзінің егесіне салынып. Мысал келтіріш, әкімдіктегі әкім немесе орынбасар. Жарайды, Балабиев Талғат келатыр да, машинамен келатыр да, пақ етті да, не жасады? Жол жүру ережесін бұзды да, заңды бұзып, біреудің көлігін соқты. Сосын көлік Талғатқа, депутатқа тіркеліп тұр дейік та, мысалы айтып жатырмын. Сосын ол келеді да, менің інім
ініме айыппұл саласаңдаршы, маған салмаңдаршы, мен абыройым кетеді, немесе маған көп айыппұл салынады ғой, маған кішірек айыппұл сала салыңдаршы деген болып тұр ғой. Әкімшілік құжатымен танысу керекпін. Жо, негізі дұрыс емес қой, иә? Айтып тұрғаны. Жамбыл Шегебекұлы, иә, ол бойынша біз сол күні ержанның өзі келіп түсініктемесін. Жо, мен мен қайта толтырылады ғой енді 505 пен қазір әйел екен анықталды ғой. иә. Жұбайы екен. Жұбайына енді Жо, жұбайы деп айтпасаңыз, сіз оны заңда некеде тұрған жоқ па, білмейміз ғой, жұбайы ма кім екен. Кім болса да өзінің егесіне Кім? Қалымбетова Динара ма? Иә, Қалымбетова. Ол күні бұл жерде бұл кісінің айтып тұрған бойынша жаңа Ержан кім? Абдуали. Абдуалиев деген. Иә, келді да мен иесімін деді, бірақ заңды түрде сіздердің құзырларыңыз бар ғой, анықтауға кім иесі екен. Иә, оны анықтауға енді жұбайына толтырылады. Жұбайы болса. Иә, сол Қалымбетова Динараға деп сөйлейік, иә? Қазір кім болды бұның иесі кім? Қалымбетова Динара. Бұл сол кісіге әкімшілік Жеке айыппұл шара кәсіпкер ғой ол. қолданыңыздар. Иә, жеке кәсіпкер. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген ба? Или кәсіпкер деп ауызша айтып тұрсыздар? Ол тексеруімізден Иә, тіркеліп мемлекеттік кірістер басқармасынан си ретінде берілген. мәліметін алып, өзінің заңды иесіне әкімшілік шара көру керек. Мынау қазір жаңа әкімшілік құқық бұзушылық болып тұр ғой менің артымдағы, дұрыс па? Әлде соған бірге қосып жібересіздер ма? Жоқ, бұл уже повторно салынады ғой қайталап. Бұл басқа болып тұр. Жаңағы илек осыныкі болса, ол мемлекеттік жерде иеленіп тұрған болып тұрады ғой заңсыз түрде, дұрыс па? Енді не істейміз? 2022 жылдың наурызында көрсеміз деп кетіп қалайын ба? Әкімшілік шара қолданып, оның заң өзінің уақыты бар. Аха. Мерзім, иә, сол бойынша. Қазір қолыңыздан келе ма? Иесін анықтап, ана илек кімдікі екенін анықтап, қазір 500. Шақырамыз ғой қазір. Абдуали Ержанды жаңағы кісіні Қалымбетова Динараны. Келмеймін десеші, мен камераға түскім келмейді, мен ұялшақпын десе. Ал камераға түскім келмейді. Иә. Енді оны Өткенде қашып кетіп еді, сөйтіп қазір келемін деп болса тұрмын. полиция бөліміне шақырып, түсініктемесін. біз полиция бөліміне шақырамыз. Сізге қиын емес па маған қолыма хаттаманы алып келу? Почтамен жібермей. Хаттаманы көрсеттім ғой сізге сол кезде. Толтырдым. Мен танысқан жоқпын ғой, таныстым деген қолымды көрсетіп бересіз ба маған? Жоқ, мен поштамен жолдап тұрмын ғой сізге. Бір Алиса в стране чудесте жүрген сияқтымын, Жанбол в стране чудес бір ертелгі әлемінде жүрген сияқтымын. Жамбыл Шегебекұлы, мен сізге әкелдім, қазір анықтайды. Мынаны маған қайталап бір рет айтыңыз болды, сосын не басқа шаруаларға бара берсеңіз болады. Мынау қайталанып тұр ғой. Бірінші бап емес, екінші бап бойынша кетеді ғой, бұзып тұр ғой, қайталап, дұрыс па? Дұрыс па, 2 айдан кейін қайталап тұр ғой заң бұзушылықты. Мына қазықтарын қараңдаршы, қандай құрылысшылар істеген, тіреп қойған бір-біріне. Жо, немен, неден құласа да, иесі көріп тұру керек қой, мына жақта желмен ұшып кетті деп адамды басқасы солай атмасық болмайды ғой, дұрыс па? Ол бойынша, иә, Жамбыл Шегебекұлы анықталу керек бұл жерде. Заң талаптарына сәйкес мыналарда қандай қазық бар, бәрі заң талабы жазып қойған ғой. Түсініктемелерін алу керек жаңағы Қалымбетова Динараның. Басшысының, осының иесінің. Сол бойынша ол кісіге әкімшілік шара қолдану керек заңда. Анықтаңыздар, хабарласыңыз, кім иесі. Жақсы, прокурор көмекшісі. Сіздер ар жақты қазақшаласаңыздар дұрыс болатын еді, қиын емес шығар, иә? Қазақша тұрған, мен сізге қайталап айтамын. Тұрған жоқ, мен көріп тұрмын ғой, камерадан да халықтың бәрі көріп тұр, қазақша жоқ екені. Ол жерде тазалық жұмыстар жүргізілуіне байланысты қыздар ауысып жатқан канцеляриядан түсініп тұрсыз ба? Ол бізде бақылауда тұрған ол нәрсе. Ол іс құжаттарды үлгілік талапқа сәйкес келген азаматтар соған сәйкес арыздарын жазып шағымданамыз. Орысша. Орысша, қазақша, екі тілде. Мен жаңа арыз жазуға барған болғанымда, мен орысша толтырып кететін едім, өйткені ар жақта қазақшасы жоқ. Мен барған кезде ешкім жоқ екен, көрдік қой, иә? Менен кейін келді ғой. Жақсы, прокурор көмекшісі, сау болыңыз. Енді инспектор, хабарласыңыз, анықтаңыз, ана илек кімдікі екенін анықтайық. Илек қай жақтан келгенін анықтайық. Болды, анықтаймыз. Хабарласамыз осы жерде. Жақсы, осы жерде боламын, мен байланыстамыз.